Жақсы, онда жалғастыра берейік. Система тепе-теңдікте тұру үшін f2 неге тең болу керек? Так, бұл жерде біз бағана айттық. Мына бір дене, осы O нүктесінен кез келген бағытта либо былай айнала алады. Тепе-теңдікте тұру үшін, яғни осы m0 бізде 0-ге тең болу керек. Так, оны қалай табамыз? Көбіңіз бұлай ойлаған болуыңыз мүмкін, что, допустим, m1 бізде f1 көбейтілген d1. Так, мынау бізде плюс бағыты, мынау бізде минус бағыты. Значит, f1 бізде минуспен болады. Ал m2 бізде f2 көбейтілген d2 деп жазып, и қай дистанцияларды алуды ойлап отырсыздар? Мен сіздер бұлай ойлап отырсыздар ма деп ойлап отырмын. Мынау d1, ал мынау d2 деп. Егер солай ойласаңыз, ол қате. Сонда қай дистанцияны аламыз? Бізге алу керек дистанция d1 мынау болады. Ал d2 бізде мына бір дистанция болады. Жаңа айттық қой, мына күштер бізде мына дистанцияға перпендикулярно болу керек, 90 градуспен. Мына жерлері обязательно 90 болу керек. Сонда, әрқайсысын давайте L деп алайық. Бір квадраттың жанының ұзындығы. Сонда F1-де бізде қанша болады? 3L. Сонда 10 көбейтілген 3L. Яғни минус 30L болса, мынау бізде F2 жай ғана 10 көбейтілген L, тең болады 10L. И осы жерден M0 тең болады елердің қосындысы моменттердің және минус 30L плюс. Неге 10 дедім? Да, 10 емес қой. Кетпес. Бізде F2L болады. F2L тең болады 0-ге. Енді осы жерден 0-ге тең болу үшін істеміз. 30L тең болады F2L-ге. L-дарын қысқартамыз, сонда F2 бізде қанша ньютон болады екен? 30 ньютон. Сұрақ бар ма? Жақсы, сұрақ жоқ болса, жазып алыңыздар.
Жақсы, онда ары қарай жылжи берейік. Системадағы O нүктесіндегі моментті табыңыз дейді. Так, оны табудың екі жолы бар. Бірінші жолы істейміз осы күштің бағыты мына жерін 90 градустағы жаңағы нені табуға болады. Дистанцияны немесе мына күшті 2-ге бөлсек болады. Мұнда fx, ал мына жерде fy-ді. И fy-ға біз қай дистанцияны аламыз деп ойлайсыздар? Неге чатқа жазыңыздар? Fy үшін қай дистанцияны алу керек? Чтобы жаңа 90 градус болу үшін. Сексен шығар деді, x дейді, 80 дейді, 80 сантиметр дейді. Қараңыздар, егер 80 сантиметрді алатын болсам, мына бір дистанция ғой. Мына қазір мынамен 90 градус бола ма? Болмайды ғой. Сондықтан 60 аламыз, мен қараңыз. 60 градус алам. Сонда мен 60 сантиметр алам, сонда мына жер менде 90 градус. Сонда түсінікті, что fy бізде тең болады. Fy тең болады. Fy көбейтілген 60 тең болады. Fx көбейтілген. Мұнда системадағы O нүктесіндегі моментті табыңыз деп тұрып. Или мына тепе-теңдікте тұру керек. Жоқ, тепе-теңдікте тұру не обязательно. Значит, былай істейміз. Алдымен fy тауып аламыз. Неге тең екен? Ол дегеніміз бізде f көбейтілген синус 37. F бізде 100. Синус 37 дегеніміз бізде 0,6, яғни 60 ньютон. Fx-ті сразу жаза салайыншы, 80 ньютон деп. Бұларды уже сіздерде жаттап алған шығарсыздар, қалай табу керек екен. Енді осы жерден m1 дейік. Ол дегеніміз бізде fy бізде жаңағы былай қарай тартып жатыр. Ол бізде плюс. Ол fx бізде солға қарай тартып жатыр, ол бізде минус. Яғни fy көбейтілген d1. d1 дегеніміз бізде мына бір болсын. d2 дегеніміз 80 сантиметр болсын. Сонда fy бізде 60 көбейтілген 0,6. Неге 0,6? Біз 60 сантиметрді метрге айналдырамыз. Сонда 36 ньютон көбейтілген метр шығады. Ал m2 бізде неге тең болады? Fx көбейтілген d2. Осы жерден 80 көбейтілген 0,8. Тек қана біз мына жерде минустан өткеттік. Жауабымыз минус. Минустан шығады. Ньютон метрі. Енді O нүктесіндегі моментті табу үшін не істейміз? MO тең болады плюс M2. M1 плюс M2. M1 бізде 36 болсын. M2 бізде 64. Бір-бірінен азайтсақ,
4-тен 36-ны 28 ньютон метр шығады екен. Минус деген знак нені білдіреді? Я m1 плюс m2, бірақ m2 бізде минус 64. Минус 28 дұрыс па, или ар жақта бір 32 деп жазыпты, мен қате ма? Калькулятормен тағы есептеп көрейік. 36 минус 64, 28 дұрыс па мен? Сөйтіп, жауабымыз минус 28 шықты, иә? Минус деген знак получается, мына екі күштің несі моменті, мына 10 нүктесін былай сағат тілімен бағыттас айналдырып жатыр дегенді білдіреді. Алпыс төрттің алдындағы минус қайдан шықты? Қараңыз, мына жерде біз белгіледік, что сағат тіліне бағыттас болса, оның бағыты, ол, короче, минус болады деп аламыз. Жаңағы n бар ғой, моментті. Мына жерде минус тұр. И мына жерде кішкентай бір минус тұр. Түсініктірек қылып жазайын, осы минустармен походу кішкене шатасасыздар. И сонда жауабымыз минус шығады. Алпыс төрт минус 28 болу керек қой. 64-тен 28 алсақ қанша болады? 36 болады, дұрыс па? Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, сұрақ болмаса, жазып алыңыздар. Бізде жаймен жылжи берейік ары қарай. Жақсы. Суретшінің әсерінен аспалы көпірдің тростарына қандай күштер әсер етеді дейді. Яғни бізде получается мында бір 600 ньютондық суретші бар. Мына аспалы көпірдің салмағы 500 ньютон. Және мына суретші бізде 1 метр қашықтықта тұр. Мына жерден Т1 деген тростан, ол жақтағы тростан. Және мына жерде бізде екінші трос бар, Т2 деген күшпен бұларды тартып тұр. Енді осыларды табайық. То есть, мына жерден түсінікті да, что Т1 бізде Т2-ден үлкен болатыны.
Қазір солай бола ма, болмай ма, соны дәлелдеуге тырысайық. Қараңыздар, төмен қарай бізде қандай күштер әсер етіп жатыр? 500 ньютон плюс 600 ньютон, иә? Ал жоғары қарай бізде Т1 қосылған Т2. Осы жерден 1100 бізде Т1 плюс Т2. Біз осы Т1 мен Т2-ні қосындысын таптық, бірақ олардың әрқайсысы неге тең екенін әлі тапқан жоқпыз. Оны табу үшін біз не істейміз? Тепе-теңдіктің екінші ережесін қолданамыз. Мысалға, ол үшін мына жерден жаңағындай О нүктесі деп алсақ болады. Мыннан алсақ та болады, немесе мыннан алсақ та болады. Разница жоқ. Давайте мыннан алайық. Даже мына нүктеден алсаңыз да болар еді. Но мен ойымша мына жерден алғанымыз дұрыс болатын шығар. Без разницы, по идее. Так, мына нүктеде бізде қандай күш бар? Т2. Т2-ге дейінгі расстояние бізде қанша? 0, да? Так, ол 0 жаздық. Одан кейін бізде мына жерде адам төмен қарай. Адам төмен қарай өзінің салмағымен әсер етеді. Мына жерде асфальт көпір әсер етеді. И мына жерде трос жоғары қарай әсер етеді. То есть бізде үш түрлі күш бар, иә? Мына екеуі бізде не істейді? Сағат тіліне қарама-қарсы, иә? Ой, сағат тілімен бағыты. Сондықтан бұлар минуспен болады. Ал мына бізде сағат тіліне қарама-қарсы болғандықтан мынандай бағытта плюс болады, иә? Так, енді былай істейміз. О нүктесінде бізде М0 0-ге тең болады. Себебі бұл бізде тепе-теңдіктің екінші ережесіне сай қолданып отырмыз. Сонда М0 тағы бізде неге тең? Осы үш моменттің қосындысына тең, иә? То есть М1 қосылған М2 қосылған М3. М1 бізде неге тең? W1 көбейтілген. Давайте сразу сандарын жазайық. W1 мынау демек 500 көбейтілген 2 метр, иә? Өйткені мына аспан көпірдің салмағы дәл ортасында шоғырланған. Сондықтан осы жерден осыға дейінгі арақашықтықты аламыз. 2 метр. Еще бұл бізде минуспен, иә? Себебі сағат тіліне қарама-қарсы. Келесі, минус 600 көбейтілген 3 метр. Неге 3 метр екен түсінікті ме? Оңай, иә? Өйткені аспан көпір өзі 4 метр болса, ал мына адам оң жақтан санаған кезде 1 метрде тұрса, значит, сол жақтан адамға дейінгі арақашықтық 3 метр. И плюс жаңағы Т1 көбейтілген 4. И бұл бізде 0-ге тең. Мына екеуін қоссақ 1000 минус 1000 минус 1800. Одан 2800. Значит, 4 Т1 бізде 2800-ге тең болса, Т1 бізде 700 ньютонға тең болады екен.
Ал енді Т2-ні табу үшін жай ғана мына жерден таба салам. Т2 тең болады. Екеуінің қосындысы 1100 болса, 400 ньютонға тең болады екі. Сұрақтарыңыз бар ма? Так, сонда қараңыз. Мына адамға неғұрлым жақын тұрса, соғұрлым көбірек күш жұмсау керек, иә? Минус 2800 болмайды. Я минус 2800 болады, дұрыс айтасыз. Бірақ 2800-ді қазір мына жақшаның теңдіктің оң жағына өткізген кезде плюс 2800 болады. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жеті жүз шығару үшін 2800-ді 4-ке бөлдім. Сонда 700 шығады. Ал жарайды, онда жазылған болсаңыздар, ары қарай жылжи берейік. Ортақ моментті және реакция күшін табыңыз дейді. Так. Получается, бізде мұнда O нүктесінде бір момент бар, ортақ моментте. Және осы нүктеде бізде реакция күштері бар. Rx және Ry деп алайық. Оған дейін алдымен ортақ моментті алайық. Ортақ моментті табу үшін біз не істейміз? F1 борышпен тұр ғой. Сол үшін бізге бұның F1 Y-ын табу керек. Және F2-ның Y-ын табу керек. F2Y. F2Y-ға қысаймын мұны. F2Y. Так, F1Y неге тең? Ол 40 бөлінген синус 30-ға. Яғни 20 ньютонға тең. F2Y неге тең? Ол бізде 50 бөлінген синус 37. Синус 37 дегеніміз 0,6, яғни мына бізде 30 ньютонға тең. Енді сағат тіліне қарама-қарсы бағытталғандарды плюс деп алсақ, ол бізде F1 және F2, яғни M1 бізде F1Y көбейтілген. Мұнан әрқайсысы айтпақшы 1 метр деп алайық. Қазірде жазуға ұмытып кеттім. F1Y көбейтілген 3D дейік. Мұнда әрқайсысы D болса, ой, кешіріңіз, жай ғана D екен. Әрқайсысын D деп алайық. Сонда
теңдей 3 бөлікке бөлінген. Сонда F3-те бізде 2-ді, ал F2-де бізде 3-ді. Және осы жерден F1y дегеніміз бізде 20 көбейтілген 1. Яғни жағына 20 ньютон метр. M2-ні дәл осылай табамыз. F2y көбейтілген 3-ді. Сонда 30 көбейтілген 3, ол бізде 90 ньютон метрге тең. Ал M3 бізде неге тең болады? Ол бізде минус F3 көбейтілген 2-ді. Сонда біздің жауабымыз 35 минус 35 көбейтілген 2. И осы жерден бұл бізде жауабымыз минус 170-ге тең, ньютон метр. Так, енді давайте қосындыларын табайық. M0, M1 қосылған, M2 қосылған, M3. Сонда M1 бізде 20, 90, минус 70. Сонда сіздің жаңа жазған 180 дегеніңіз қате, өйткені сіз мынаны тоже қосып жүргенсіз, ал бұл негізі минус бен. Сонда бізде жауабымыз 40 ньютон метрге тең болады екен. Енді реакция күштерін табайық. Реакция күштерін табу оңай деп ойлаймын. Ол үшін бізге 2 RY және кешіріңіздер. RY және RX деген екі күшті енгіземіз. Және бізге мыналардың F1X, F2X деген күштерді енгізу керек. Рахмет. Рахмет көп. Так, енді не істейміз? X бағытындағы күштерді табайық. Получается, RX бізде солға, плюс F1X бізде тоже солға, ал F2X бізде оңға. Бірақ бізде мыналар пока белгісіз. Сол үшін соларды табайық. Алдымен F1X бізде 40 көбейтілген, косинус 30. Косинус 30 дегеніміз бізде 0,866. Давайте калькулятор қолданайық. 30-дың косинусын табамыз. Көбейтеміз 40-қа. Бұл бізге 34-те 6-ны береді екен. Ал F2X бізде неге тең болады? 50 көбейтілген косинус 37. Косинус 37 дегеніміз бізде 0,8. 50-ді 0,8-ге көбейтсек, бұл бізге нешені береді? 40-ты береді. 40 ньютон. Енді давайте жағына сандарды орнына қояйық та, RX-ті тауып алайық осы жерден. RX плюс 34,6 тең болады
40. Сонда Rx бізде неге тең болады екен? 5,4 ньютонға. Мына жерде сіздер байқасаңыздар, мен бағана ең бірінші Rx пен Ry деген күштерді сызған кезімде, мен мына F1x пен F2x-ті мен білген жоқпын. Қайсысы үлкен, қайсысы кіші екен. Бірақ сонда да Rx-ті былай солға қарай деп белгілей салдым. Оны бір сіз солға деп те, оңға деп те белгілесеңіз болады. Бірақ сіздің жауабыңыз, егер бағыты керісінше болса, сіздің жауабыңыз минуспен шығады. Ол қазір біз Ry-ды тапқан кезде дәл сондай момент болады. Давайте сәңкіз көрсетейік. Мен мысалға Ry-ды жоғары деп белгілеп қоя салдым, иә? Бізде Ry жоғары болсын, қосылған F1y қосылған F2y тең болады F3-ге, иә? Сандардың орнына қойсақ, Ry плюс F1y бізде қанша еді? 20 плюс F2y бізде 30 и F3 бізде 35. И қараңыз, мына 50-ді сол жаққа апарсам, Ry менде минус 15 ньютон. Көрдіңіз бе? Бұл нені білдіреді? Бұл жай ғана жауабы дұрыс. Неге F1y-дың орнына F1x-ті қойдыңыз деді. F1y-дың орнына x-ті қойдыңыз. Қай жерде ол? F1y-дың орнына x-ті. Қоймында қойды. Мынау ма? Y емес, негізі x қой. Так, жаңа айтқанымдай, мұнда жауабы минус шықты. Значит, бұл нені білдіреді? Жай ғана Ry жоғары емес, төмен әсер етеді дегенді білдіреді. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Ана жерде Ry-дың орнына Rx-дің орнына Ry қоюға бола ма? Ну, болады дегенде, просто Ry бізде вертикальды бағыттағы нелерді білдіреді ғой, күштерді. Ал Rx бізде горизонтальды бағыт. Сол үшін, желательно қоймаған дұрыс ол. Үлкен затты решать етпейді, но адамдарды шатастыру мүмкін. Мен бірінші сабаққа кіре алмадым, қазір кіріп жатырмын.
Жақсы, онда мен нені жіберем? Бірінші сабақтың ссылкасын ютубтан потом қарап алсаңыз болады. Жақсы, басқа сұрақ болмаса, онда ары қарай жылжып берейік. F1 20 ньютон, F2 10 ньютон және F3 5 ньютон болса, және таяқша теңдей болып 4 бөлікке бөлінген болса, ортақ моментті және реакция күштерін табыңыз. Так, бұл сіздерге оңай деп ойлаймын. Давайте мен асықпай түсіндірейін, сіздер өздеріңіз тоже шығарып көріңіздер. Жауабын чатқа жазыңыздар, көрейік қаншалықты сабақта дұрыс түсініп жатқандарыңызды. Так, біз F1 Y-дан бастаймыз. F1Y неге тең болады? Ол F1 көбейтілген синус 37. Синус 37 дегеніміз 0,6. Значит, 20 көбейтілген 0,6. Яғни 12 ньютон. Ал F1X неге тең? 20 көбейтілген 0,8 тең болады 16 ньютонға. Дәл осылай сразу F3-ті тауып алайық. F3 бізде 5 көбейтілген F3Y көбейтілген синус 53, ол бізде 0,8-ге тең, яғни 4 ньютон. Ал F3X бізде неге тең болады? 5 көбейтілген 0,6. Ол бізде 3 ньютон береді. Күштердің бәрін таптық. Енді он нүктесіндегі моменттің қосындыларын табу керек. Ол бізде M1 плюс M2 плюс M3. M1 дегеніміз бізде F1Y көбейтілген 4 бөлікке бөлінген деп тұр. Давайте общий ұзындығы 4 метр деп алайық. Яғни F1 бізде 3 метр қашықтықта. M1 бізде сонда 12 көбейтілген 3-ке тең. 12 ньютон метр шықты ма? Жақсы, қазір көреміз. Және бұның бағыты минус. Сол үшін мұнда минус қоямыз. Келесі M2. M2 бізде бағыты плюс. F2 дегеніміз бізде 10. Көбейтілген 4. 12 шықпайтын сияқты. Ешқамы. Кешіріңіз, мен нақты білмеймін, қазір көреміз. Және M3-тің бағыты бізде плюс. И сонда F3Y дегеніміз 4. Көбейтілген 2. Дұрыс шықты. Сонда мұнда минус 36. Плюс 40. Плюс 8. И жауабымыз 12 ньютон метр. Дұрыс екен. Жақсы. Ал енді реакция күштерін табу бұл оңай. Бағанағыдай мен нақты білмеймін, қайсысы қалай қарай әсер ететін. Просто R-Y-ды жоғары, R-X-ті оңға деп алдым. Және алдымен R-Y-ды табайық. Жоғары қарай бізде тағы қандай күштер әсер етеді. F3Y қосылған F2 тең болады F1Y-ға. Сонда R-Y бізде F3Y неге тең? 4-ке.
f2 бізде 10-ға, f1y бізде 20-ға. 20 емес 12-ге тең. Значит, осы жерден ry бізде минус 2-ге тең болады. Минус 2 ньютонға. Бұл нені білдіреді? Жай ғана ry бізде жоғары емес, төмен қарай 2 ньютонмен әсер етіп тұр дегенді білдіреді. Ал енді rx-ті табатын болсақ, rx бізде 10-ға, солға қарай бізде f2x қосылған f1x, басқа күш жоқ. f2x бізде 3 болса, кешіңіз мына f3x бізде 3 болса, f1x бізде 16. Оп-оңай тауып алдық, бұл бізде 19 ньютонға тең. Сұрақтарыңыз бар ма? Так, сұрақ жоқ сияқты. Сұрақтарыңыз болса, бірақ жаза беріңіздер. Пока мына есепті көшіріп алыңыздар. Неге олардың қосындысы f1y-ға тең болады дейді. Себебі қараңыз. Мен fy-ды жоғары деп алдым. f2, f3y жоғары және f2 тоже жоғары. Көрдіңіз бе, үшеуі де жоғары әсер етіп жатыр, ал f1y төмен әсер етіп жатыр. Сол үшін үшеуінің қосындысы осы f1y-ға тең деп алдым. Но, как оказалось, оказывается, негізінде rx төмен екен, да? Это означает, что ry төмен екен, да? Сонда ry қосылған f1y тең болады f3 қосылған f3y қосылған f2-ге. Түсіндіре алдым ба? Егер жазып алған болсаңыздар, ары қарай жылжу керек. Суретте көрсетілген тақтайға әсер етіп жатқан күштер көрсетілген. O нүктесіндегі ортақ моментті табыңыз. Так. Ең алдымен жасайтын затымыз ол керек емес күштерді алып тастау. Қай күштер керек емес деп ойлайсыздар? Ойланып көріңіздер. O нүктесі болса, A нүктесі, B нүктесі, C нүктесі болса. Ньютон дейді. Қай нүктедегі 20 ньютон? Бізде 3-20 ньютон тұрған. A нүктесінде 20 ньютон керек емес. Дұрыс айтасыз. Бұл керек емес. Себебі ол O нүктесіне ешқандай әсер етпейді, тек қана итеріп жатыр. Тағы қандай күш бар?
С нүктесіндегі тоже 20 ньютонды айтып жатқан шығарсыз, иә? Дұрыс айтасыз. Тоже алып тастасақ болады. Жақсы, басқа алатын күштеріміз жоқ, сонда біз уже үш ақ күшпен қалдық, иә? И бізде мына бір А нүктесіндегі 50 ньютон бар ғой, соны екі неге бөлеміз. Fx және Fy. И мына Fy-ды біз санамай-ақ қойсақ болады, тоже алып тастаймыз, себебі ол да жай ғана итеріп жатыр, ешқандай бұрап жатқан жоқ о нүктесін. Сондықтан бізде Fx мына жерде мұнда 20 ньютон және мұнда 30 ньютон. Енді мынандай сұрақ. Fx-ті қай дистанцияға көбейтеміз? 40 сантиметр ма, 30 сантиметр ма? Оған дейін сіздер жаза беріңіздер, мен оған дейін Fx-ті тауып қояйын. Иә, сонымен Fx-ті қандай дистанцияға көбейтеміз? Қырыққа дейді. Жоқ, 40-қа емес, 30-ға көбейтеміз ғой. Себебі о нүктесі мына жерде. Ал бізге мына 90 градуспен тұру керек, иә? Мысалы, былай сызсаңыз, былайынан 90 градус болу керек. Сондықтан біз 30-ға көбейтеміз. Перпендикулярно болу керек. Сонда Fx ол бізде плюс бағытта, иә? M0 тең болады бізде M1 плюс M2 плюс M3 тек. M1 осы бізде 40 көбейтілген 0,3 болсын. Келесі. Б нүктесіндегі 20 ньютонды қай күшке көбейтеміз? Ағай, С нүктесіне 20 ньютонды алдық, неге Б нүктесіне тиген жоқпыз? Екеуі бірдей бағытта болып тұр ғой. Себебі қараңыз. Дұрыс айтасыз? Екеуі бірдей бағытта, бірақ мына Б нүктесі бар ғой, ол расстояниесі басқанда, көрдіңіз бе? Но С нүктесіндегі 20 ньютон бізді просто былай қарай тартып жатыр да. Ал Б нүктесі ол айналдырады. Бізге айналдыратын күштер керек та мына жерде. Ол уже былай қарай айналдырып жатыр. Түсіндіре алдым ба? Б нүктесінде 20 көбейтілген синус 45 бола ма дейді. Б нүктесінде жоқ, олай болмайды. Б нүктесіне келетін болсақ, біз 90 градус болу керек деп айттық қой. Получается, мынау қараңыз, мынаны алатын болсақ, ол 90 градус болмайды. Бізге мына бір расстояние 90 болу керек. То есть, мына бір расстояниені аламыз. Көрдіңіз бе? Мына бір расстояние 90 болу. Ой, мына бір угол 90 болу керек. Сонда біз 30 сантиметр аламыз. Бұл жерде де. Ал бұл бірақ бізде бұны сағат тілімен айналдырады. Сондықтан бұл бізде минус болады. 20 көбейтілген 0,3. Келесі С нүктесіндегі 30-ға келетін болсақ, қай расстояниені аламыз?
40. Дұрыс. 40-ты аламыз. И еще бізде минуспен болады. Минус 30 көбейтілген 0,4 метр. И жауабымыз бізде мұнда 12 минус 20 көбейтілген 0 ол бізде 6 минус 30 көбейтілген 0,4 ол бізде тоже 12. Яғни жауабымыз минус 6 ньютон метр болады екен. Дұрыс. Так, енді қараңыз, сіздер мұнан кішкене түсінбеген сияқтысыздар. Тағы бір қайталап жіберейін. Неге 0,3? Мен жаңа шығып кетіп едім, түсінбей қалдым. 0,3 деген 30 сантиметрді метрге айналдырсаңыз 0,3 болады. Или сіз баны не үшін 0,3-ке көбейттік дедіңіз, мына соны сұрап жатқан шығарсыз, может. Себебі жаңа айтқандай, расстояние мен күштің дистанциясы, то есть арасы 90 градус болу керек. Әрдайым, чтобы жаңағы моментті табу үшін. Сол үшін біз 30 сантиметр табамыз. Мынау сіздерге көбіңізге, по-моему, түсініксіз болып жатқан сияқты. Давайте былай істейік. Бір дене бар осындай. Бұл мына O нүктесінен айналады. Бұда бірнеше күш әсер етеді. F1 деген. Допустим, мына жерде F2 деген. Потом былай қарай F3 деген күш әсер етіп жатыр деп елестетейік. Енді қай расстояниені, әрқайсысына қай расстояниені алуымыз керек. Мысалға, сіз айтуыңыз мүмкін, мына жерде не істеп жатыр, тартып жатыр астыға қарай, сол үшін осы расстояние алуыңыз мүмкін. Жоқ, олай болмайды. Сіз не істейсіз? Мынаның несі бар ғой? Әсер етіп жатқан линиясын как будто созатын сияқты боласыз да, и осыған 90 градус алып келесіз. Мына жері болу керек. Сонда Т1 мына бір расстояние. Келесі F2 мына расстояниені алайық. Бұл уже жарайды. 90 градуста тұр, бізде. Сол үшін осылай ғана ала салсаңыз болады. Ал F3 ше, сіз мына расстояниені алмайсыз ғой. Сіз қай расстояниені аласыз? F3-ке былайнан. F3-ті былайнан созасыз. И мына бір расстояниені аласыз. Сонда мына сізде Т3 болады. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Басқа түспен сызып қойын, осылайна. И мына Д2 болсын. Тағы сұрақтар? Мысалы, біз мына жерде дәл солай жасадық. Көрдіңіз бе? Мына F былай қарай әсер етіп жатыр ғой. Біз мынаны как будто былайнан создық. И мына бір расстояние. Так. Ал жақсы, онда басқа сұрақ болмаса, ары қарай жазып жіберейік. Таяқша теңдей 4-ке бөлінген болса, үшінші бөлікте ілініп тұрған массаның әсерінен жіпке әсер еткен керілу күштерін табыңыз дейді. Бағанағы біздің сұраққа ұқсас екен. Бірақ әлде қайта оңай қараңыз.
Так, мына жерде TA болсын, мына жерде TB болсын. И алдымен давайте просто TA плюс TB тең 40 ньютон, иә? Өйткені екеуін қоссақ, екеуі жоғары, ал 40 ньютон бізде төмен әсер етеді. Басқа бізде ешқандай күш жоқ. Енді не істейміз? Біз А нүктесінен, бағана мен сіздерге айтқанымдай, не аламыз? Момент аламыз. А нүктесінен TA деген күшке дейін арақашықтық қанша? 0, иә? Бұл жерде тепе-теңдік болғандықтан А нүктесіндегі жаңағы момент бізде 0-ге тең болу керек. И то есть бүкіл моменттердің қосындысы 0-ге тең болу керек. Былай сіздерші. Бүкіл моменттердің ортақ. Мынау ортақ дегенді білдіреді ғой. Енді мынау бізде МА қосылған МБ қосылған. И мынаны просто MW деп ала салайық, иә? Мына бізде өткен W. Енді қараңыз. МА бізде расстояние 0 болғандықтан, бұны біз 0 деп аламыз. МБ расстояниесі бізде 4L деп алайық. Оны әрқайсысы L болсын. Сонда ТБ көбейтілген 4L. Және бұл плюспен болады, себебі бұл сағат тіліне қарама-қарсы. Ал MW қалай болады? Ол минус 40 көбейтілген 3L, иә? И осы бізде 0-ге тең. Мына жерден біз осы теңдеуден оп-оңай ТБ-ны тауып алсақ болады. ТБ неге тең болады екен? 40 көбейтілген 3L бөлінген 4L. L-дан қысқартып жібереміз. 4 пен 40-ты қысқартсақ мұнда 10. И осы жерден 30 ньютонға тең болады екен ТБ. Енді қараңыз. ТБ қосылған TA бізде 40 ньютон. Осы жерден TA-ны оп-оңай тауып алуға болады. TA тең болады 10 ньютонға. То есть, қайтадан көрдіңіз бе? Қай жерге жақынырақ болады, мына масса, сол жақтағы күш бізде ауыр болады, иә? MW деген нені? MW деген ол мына W деген ол мынаның массасы ғой. Мынаның салмағы. Соныкі. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақ жоқ сияқты, онда жазып алыңыздар. Жазып алсақ, онда давайте жылжып жіберейік. Система тепе-теңдікте тұрса, L-дің массасы неге тең дейді. Так, тепе-теңдікте тұр. Значит, мына әрқайсысын L деп алайық. Мына жерде момент, O нүктесіндегі момент 0-ге тең, иә? Мына жерде бізде төмен қарай
тартып тұратын 30 ньютон бар. Және былай қарай тартып тұратын бір Т бар, иә, жүктің керілу күші. Оны пока что просто Т деп қана қойып қояйық. Енді Т-ны екі компонентке бөлейік. Ty және Tx. Так. Моменттерді қосатын болсақ, қараңыз, Ty көбейтілген 3L тең болады 30 көбейтілген 2L, иә? И мыналарды жай ғана қысқарта саламыз. Бұл жаңағы моменттерді қостым, сөйтіп, соның бәрін жазбай-ақ сразу осыған келеміз ғой, иә? Өйткені былай тартып жатқан момент пен былай тартып жатқан момент екеуі бір-біріне тең болады. Сразу жаза салу үшін, и осы жерден Ty бізде 20 ньютонға тең болады екен. Ty 20 ньютонға тең болса, Т неше ньютонға тең? Соны табайық қазір. Получается, Ty бізде Т көбейтілген синус 53. Ty 20 болсын, Т бізде белгісіз, ал синус 53 бізде 0,8. И осы жерден оп-оңай Т-ны тапсақ болады. Ол үшін 20-ны 0,8-ге бөлеміз. 200 бөлінген 8 неге тең болады? 25-ке қателеспесем, 25 ньютон. Яғни L-дің массасы 25-ті 10-ға бөлсек, 2,5 килограмм, иә? Сұрақтарыңыз бар ма осы жерге дейін? Мен чисто қысқаша ғана шығардым, өйткені ойлап отырмын, сіздер уже қалай шығарылу керек екен түсініп алдыңыздар деп. Егер түсінбеген болсаңыздар, сұрай беріңіздер сұрақтарыңызды. Барлығына жауап беруге тырысамын. Жақсы, егер сұрақ болмаса, онда реакция күштерін табайық. Так. RY бізде жоғары болсын. RX бізде 10-ға болса. Қараңыз, RY қосылған Ty бізде 30-ға тең болады. Ty бізде 20, ол белгілі, значит, RY бізде 30 минус 20 10 ньютонға тең болады. Ty бізде мына жерден. Так, енді Rx неге тең? Ол да оңай, қараңыз. Rx 10-ға деп алдым, Tx тоже 10-ға, иә? Значит, Rx қосылған Tx бізде 0-ге тең. И осы жерден Rx Tx неге тең екен әлі мен білмейді екен. Сол үшін Tx-ті табуға, оны табу оңай, Т көбейтілген косинус 53. Т бізде 25 болса, косинус 53 бізде 0,6 болса, осы жерден Tx бізде қанша болады? Так, калькулятор қолданбасам шығара алмаймын. 25 көбейтілген 15-ке тең болады екен. Дұрыс. Tx-міз бізде 15 ньютон. Значит, Rx бізде, қараңыз, мұнда 15 қой, тең болды. Rx бізде минус 15 дейді. Бұл нені білдіреді? Бұның бағыты керісінше екенін білдіреді, 15 ньютон. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Бұның бәрі оңай деп ойлаймын сіздерге.
Сұрақ жоқ екен. Жақсы, онда жазып алыңыздар. Жақсы, онда ары қарай жылжу керек. Біздің соңғы есеп 30 ньютон және 10 сантиметр радиусы бар шарды 4 сантиметр баспалдыққа көтеру үшін жеткен минималды қандай күш әсер ету керек? Реакция күшін табыңыз дейді. Қараңыз, мына минимальный күшпен көтеру үшін бізде мына P нүктесінде реакция күші неге тең болу керек? RP 0-ге, ешқандай күш болмау керек. То есть енді көтеріліп басталатқан кезде ол жерде реакция күші бізде 0-ге тең болады. Енді қараңыздар. Бірақ бізде мына жерде реакция күшіміз болады. Rx деп және Ry деп екіге жазып қойайық. Және бізде қандай күш бар мына жерде? W бізде 30 ньютон мына жерде беріліп тұр. Енді давайте күштерді естейік. Сызайық. То есть теңестірейік. X бағытында бізде қандай күштер бар? F оңға және Rx солға. Басқа күш бар ма? Жоқ, значит Rx бізде F-қа тең болу керек екен. Ал Y бағытында қандай күштер бар? Бізде W төмен және Ry жоғары. Бұл жерде де олардан басқа ешқандай күш жоқ, Так, енді қарап отырсаңыздар, мен осы жерден оп-оңай Ry-ды тауып алсам болады. Ол бізде 30 ньютонға тең. Ал бірақ Rx пен Ry-дың арасында мен ешқандай да нені білмеймін. Связь білмеймін. Оны қалай тапсам болады, қалай ойлайсыздар? Оны табу үшін мына жерде R бар ғой, өзі R. Сол бізде O нүктесіне тура әсер етеді. Түсіндіңіз бе? Получается, қараңыз. Мына жерде K нүктесі, мына жерде O нүктесі. И осыған прямо әсер етеді да, мынау. R деген күш. Енді маған қалғаны тек қана мына жердегі углды табу. Оны қалай тапсам болады? R-ды пока что жазбай тұра тұрайық. Оны табу үшін маған мына жерде ұзындықтар берілген. Радиусы 10 сантиметр. Радиус деген O нүктесінен K нүктесіне дейін, Значит, мына жеріміз 10 сантиметр. Келесі, қандай ұзындық бар? X бағытындағы ұзындықты мен пока что білмеймін, бірақ Y бағытындағы ұзындықты тапсам болады. Себебі маған 4 сантиметр беріп тұр. И мына жерге үшін менде 4 сантиметр болатын болса, значит, мына жер менде 6 сантиметр. Өйткені екеуін қосқан кезде общий радиус шығу керек. Значит, мына жер менде 6 сантиметр.
И все. Енді Пифагор теоремасын қолданам. И мына жердегі 8 сантиметр екенін тауып алсам болады, иә? Енді жаңа айттық қой, мына екеуінің арасындағы связь деп, иә? Мында R, RY, RX, иә? Мына жердегі альфа, ол мына жерде тұр, иә? Бірақ бұл альфа неге тең? Давайте былай табайық. Қарама-қарсы катет бөлінген гипотенуза, иә? То есть 6 бөлінген 10 маған синус альфаны беру керек. Бұл менде 0,6. Естеріңізде болса, ана бір синус 37 менде 0,6-ға тең. Значит, альфа менде неге тең? 37 градусқа. Так, мына жерде альфаны таптық. Енді қараңыз. RX пен RY-дың арасындағы қатынас неге тең болады? Соны жазып алайықшы. Қараңыз. RY бөлінген RX міне мына жерден, иә? Ол бізде тангенс альфа тең болады. Тангенс 37-ге. Ал тангенс 37 деген ол бізде синус 37 бөлінген косинус 37 ғой. 37-ның бұларын біз білеміз, иә? Значит, RY бөлінген RX. Бізде синус 37 дегеніміз ол 0,6. Косинус 37 деген 0,8. Значит, 3 бөлінген 4. И енді мына жерде RY бізде неге тең? 30-ға, иә? Ал RX бізде неге тең? Мына жерден F-ке. F. И бұл бізде 3 бөлінген 4-ке тең. И мына жерде кросс продакшн жасап, F бізде 40 ньютонға тең екенін оп-оңай тауып алуға болады. Реакция күштері. И енді осы жерден айтпақшыдай RX пен RY-ды таптық қой. Мына жерде 40 ньютон. И общий RK-ны табу үшін біз не істейміз? Пифагор теоремасын қолданамыз. Мында 40 квадрат, қосылған 30 квадрат. И жауабымыз түбірасындағы 2500 шығады. И түбірасындағы 2500 бізде 50 ньютонға тең болады екен. Сұрақ бар ма? Түсінікті ма? Жалпы есеп қалай тапқанымыз, не істегеніміз. Бұл жерде кішкене геометриясы ғана қиындау болуы мүмкін, ал былай негізі есеп соншалықты қатты қиын емес. Түсінікті дейді, жоқ дейді. Жақсы, егер бәрі түсінікті болса, онда жаймен шыға берсеңіз деп болады. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сұрақ болмаса, мен онда тоже бітіре берейін.